Алмадағы үлкен зиянкестің бірі бұл жапырақ жейтін құрттар. Міне жүр ол құрт. Жапыраққа әдемілеп тойып. Жапырақты қараңыз, қандай зақым тигізіп тастаған. Бұның зияны не? Бұл жапырақты қатты зақымдаған кезде жапырақтың қараңыз, жапырақтар азайып қалды. Сол үшін бұл жерде фотосинтез аз түзіледі. Яғни күн сәулесі аз сіңіріледі, көмірқышқыл газ аз сіңіріледі. Сол себепті де мынада органикалық заттар, көмірсулар аз түзіледі. Ол дегеніміз, өніміңіз үлкеймейді, сабағыңыз жуандамайды, тамырыңыз дұрыс өспейді деген сөз. Сол үшін жапырағын аман сақтау өте маңызды шараның болып саналады. Ол алма болсын, басқа да дақылдар болсын. Сол үшін мынандай зиянкестермен күресілген абзал. Бұған инсектицид қолданасыздар, контактілі қолдансаңыздар болады. Фастак, карате, конфидор, тағы басқа.